бір күні патша екі қызметкерінің арқасына 24 алтыннан беріп, өзінің 2 айлық жеке әдемі алқабына қоныстанып, тіршілік етулеріне бұйырады. Мына қаражатты жол шығыны мен билетке жұмсаңдар, сондай-ақ баспаналарыңызға қажетті зат сатып алыңдар. бір күндік жерде бекет бар, бекетте автобус, кеме, ат-арба, тіпті ұшаққа дейін бар. Қаражаттарыңызға қарап таңдап мінерсіңдер дейді. Екі қызметші бұйрық алған соң жолға шығады. Олардың біреуі ақылды еді. Бекетке дейін аз шығындалып, оның есесіне қожайынның көңілінен шығатын сауда жасап, қалтасындағы қаражатты 1000 есе өсіреді. Ал екінші қызметші болса ақымақ еді. Бекетке дейін 23 алтынын шашып төгіп құмар ойынына жұмсайды. Бір ғана алтыны қалғанда қызметтесінің жаны ашып, «Ау, саған не болды? Қалған 1 теңгеңді билетке бер. Ұзақ жолда аш-жалаңаш қалу қаупі бар. Қожайынымыз мейірімді, мүмкін қатеңді кешіретін шығар. Тіпті ұшаққа мінгізіп қалар. Діттеген жерімізге 1 күнде жетіп барамыз. Әйтпесе 2 айлық жолда аш-жалаңаш әрі жаяу жүруіңе тура келеді» дейді. Апырмай, анау адам қасарысып, қолындағы 1 теңгесін қазынаның кілтіндей құнды бір билетке жұмсамай, өткінші ләззат үшін азғындық жолға жұмсаса, ақымақ екендігін айтпай-ақ түсінікті болар еді. Мінекей, ей намазсыз жан, ей намазды жақтырмайтын нәпсім, бұл мысалдағы патша деп отырғаны Раббымыз Аллах. Ал екі қызметші, яғни жолаушылар болса, біреуі намазын ықыласпен оқитын, екіншісі қапы қалған, намаздан мақрұм кісілер. 24 алтын деп отырғаны бір күндегі 24 сағаттық өмір. Ал жеке алқап жәннат, бекет дегені қабір еді. Саяхат болса қабірге, одан қашірге дейін әрі қарай мәңгілік өмір әлеміне жол тататын адам ғұмыры. Бұл жолды тақуалыққа қарай адамдар арқалап жүріп өтеді. Кейбір тақуа кісілер 1000 жылдық жолды бір күнде қиялай самғап өтеді. Қасиетті Құран осы ақиқатты 2 аятымен ишарат етеді. Ал билет деп отырғанымыз намаз. 5 уақыт намаз дәретімен қоса есептелгенде 1 сағат ғана уақыт алады. Апырмай, 23 сағатын мына жалған дүниеге жұмсап, ал сонау мәңгілік бақи дүниеге 1 сағатын қимаған адамның қаншалықты шығынға ұшырайтынын, өзіне өзі қастандық жасайтынын аңғарған шығарсыз. Сондай-ақ мына кісі қатысатын 1000-нан бір ғана ұтыс мүмкіндігі бар лотерея ойынына табысының жартысын салуды жөн санап, ал ұтары 100-ден 99 мәңгілік қазына атты ұтысқа табысының 24-тен біреуін бермеу соншалықты ақымақтық екенін түсіну қиын ба?